Биік өкшенің зияны жайлы қанша айтылып жүрсе де, оны қыз-келіншектер білсе де, енді қайтеміз, сұлулық құрбандықты талап етеді деуден жаңылмауда. Ал біз сол биік өкшенің зиян емес екенін айтқымыз келеді. Иә, зиян емес, қауіпті емес-ау, аса қауіпті. Дәрігерлер биік өкшенің екі қауіпті ауруға алып келетінін айтады. Біріншісі жіліншік бұлшық етінің қабынуы, екіншісі ширман ауруы, яғни дене бітімінің өзгеруі. Соңғысының салдарынан жатырдың төмендеп кетуі ықтимал, ал жатырдың төмендеуі әйелдің бала көтеруіне кедергі келтіреді. Яғни сұлулық үшін өздерін құрбан етіп жүрген қыз-келіншектеріміз соңында бала сүю бақытынан айырылуы әбден мүмкін. Табан сүйектерінің қисаюы, омыртқа аурулары, тізе асты сіңіріне салмақ түсуі, аяқ саусақтарының қисаюы, бел аурулары. Мұның барлығы биік өкшені кигеннен болады. Сондай-ақ биік киіп алған қыздарда құлап қалмаймын ба, мына жерден қалай өтемін деген қобалжуынан, ішкі қорқынышынан миына салмақ түседі. Әр қадамын басқанда уайымға салынады. Ал біз қыздарымыздың биік киіп, ер адамдардың алдында сүрініп қалмаймын ба деп емес, денсаулығым сыр береме деп, ертең ана болу бақытынан айырылып қаламын ба деп қорқса екен деп тілейміз.